Үлкенге де сіз, кішіге де сіз. Сәлем бердік сіздерге, құрметпенен біз. Балақай, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Жұмбақ шешіп көрейік. Аяғын жерге тірей қалып, шеңбер сызды шыр айналып. Бұл не екен? Дұрыс айтасың, циркуль. Циркуль сөзі қай дыбыстан басталады? Әрине, ц. Бүгін біз ц дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл ц дыбысының бас және кіші әрпі. Цирк сөзі ц дыбысынан басталады. Қане, бірге айтып көрейік. Ц, ц, ц. Кедергімен айтылады екен. Демек, дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Балақай, ал сен циркке барып көрдің бе? Цирк өнері асқан ептілік пен күштілікке негізделген сахналық өнер түрі. Онда сайқымазақтар, клоундар түрлі әзілдерін көрсетіп, акробатика, гимнастика, шабандоз, жонглер, фокусшылармен қолға үйретілген түрлі жануарларды көруге болады. Бармаған болсаң, ата-анаңмен міндетті түрде барып көр. Оқылым. Ц дыбысы бар сөздерді есіңде сақта. Және менімен бірге оқып отыр. Цирк. Концерт. Концерт. Цемент. Цемент. Мотоцикл. Мотоцикл. Цех. Цистерна. Цистерна. Авиация. Авиация. Полиция. Полиция. Офицер. Офицер. Матрац. Матрас. Цинк. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Сөйлем құрап үйренейік. Мақсат. Мотоцикл тепті. Мақсаттың мотоциклі жасыл. Енді сен құрап көр. Керемет. Буынға бөліп көрейік. Концерт, цемент, цирк, мотоцикл сөздерін буынға бөліп көрейік. Алақанымызбен шапалақтап санап отырамыз. Концерт. 2 буын. Цемент. 2 буын. Цирк. 1 буын. Мотоцикл. 3 буын. Өте жақсы. Қайталайық. Сонымен балалар, бүгін біз ц дыбысы және әрпімен таныстық. Дыбысты біз естиміз, айтамыз. Әріпті жазамыз, көреміз. Ц дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Біздің арнамыздан басқа да әріптермен танысып, бірге оқып көр. Келесі кездескенше сау бол.